Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода осындай бас киім тоқимыз. Бұл бас киімнің ерекшелігі ол екі қабатты, ішінде және сыртында өте жылы, және де оның ұзартылған құлақтары, ұзартылған желкесі мойнына қарағанда, сондай-ақ баулары. Осы бауын байлау арқылы бас киім баланың бетін, құлағын, мойнын және артында ұзартылған желкесі болғандықтан бала өте жылы әрі өзін ыңғайлы сезінетін болады. Егер сіздерге қызық болатын болса, видеоны менімен бірге көріп, менімен бірге тоқыңыздар. Ең алдымен осындай үлгі тоқып алдым. Үлгіміздің өлшемін жазып аламыз. Бізде мұнда үлгіге 20 ілмек және 16 қатар тоқыдым мен. 20 ілмекте бізде, қазір алдымен жазып алайық, 20 ілмекте менде 11,7 сантиметр шықты. Және ұзындығы 16 қатарда. 16 қатарда менде шықты 6,8 сантиметр. Енді бізге тоқуымыз үшін қажетті өлшемдер ол біздің бас өлшеміміз. Бас өлшемді қалай өлшейміз? Мысалға, мынау бас болатын болса, мынау маңдай тұсымен, екі қастың ортасымен мынау желкені осылай басты айландыра тоқимыз. Менің жағдайымда бастың өлшемі 52 сантиметр. Және де бізге керек өлшем ол бастың тереңдігі. Бастың тереңдігін сол маңдай тұспен желкені төбесінен осылай өлшейміз. Менің жағдайымда ол 38 сантиметр. Біз енді бас киімді айналдыра тоққаннан кейін бізге жарты өлшемі керек болады. Оны екіге бөліп аламыз. Демек, бүкіл бас киіміміз бізде 19 сантиметр болуы тиіс. Енді келесі кезекте біз 20 ілмекте 11 сантиметр бар екенін білеміз. Соны енді 1 сантиметрде бізге неше ілмек бар екенін біліп алуымыз керек. Ол үшін мен 20-ны 11,7-ге бөліп аламын. 1,7 деген менде мән шықты. Бұл бізде 1 сантиметрдегі ілмектер саны. Енді осы өлшемді сіздерде әртүрлі шығуы мүмкін, сіздің тығыздығыңызға байланысты. Осыны бас өлшеміне көбейтемін 52-ге. Менде шығады 88,8. Оны әрине жуықтап аламыз да, 88 ілмек деп осылай бөліп аламыз. Мінекей, бізге қажетті өлшем осы 88. Ендігі кезекте біз осындай жіңішке жіппен үлкен өлшемді ілмек біз алып, осылай шынжыр тоқып аламыз. Ол үшін мінекей, осылай ілу жасап алып, жіпті осылай бекітеміз. Енді әдеттегіндей шынжырлар аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп. Осылайша менің жағдайымда маған керек 88 ілмек, бірақ мен екі жанынан тағы да шамамен 3-4 артық ілмектер қосып аламын. Демек, шамамен 94-95 ілмек мен солай алып аламын. Мен 94 осындай ілмектен тұратын шынжыр тоқып алдым. Енді қараңыздар. Мінекей, ілмек бізімізді аламыз. Біз спицы дейікші. Спицыды аламыз. Мінекей, бізде беткі қатарында шынжырдың осындай көрініс бар. Мынандай жүрекше болып шығады. Оны былай артқа қарай аударсақ, мінекей, байқап отырсаңыздар, мінекей, мынандай қабырғалар бар. Мынандай, мінекей, әр ілмектің артында осындай қатарлар бар. Осы қатарларға біз қазір негізгі жібімізді ілеміз. Мінекей, мен негізгі жібім бір шама 10-15 сантиметр алып қалам астына. Мінекей, бұлайна. 1. Келесі қабырғаны астынан алам. 2. 3, 4, 5. Мінекей, осылайша өздеріңізге қажетті өлшемге дейін аласыздар. Мен 88
ілмек алам. Қазір алып алған соң сіздермен қайтадан кездесемін. Мінекей мен 88 ілмек алып алдым. Енді мұқият қараймыз. Тоқуымыз айналып кетпес үшін осылай туралап қолымызға ұстап алуымыз керек. Мінекей. Тағы бір тексеріп шығамыз. Айналып кетпес үшін. Енді келесі кезекте кәдімгідей лицевые петли дейді, беткі ілмектермен айналдыра тоқи береміз, тоқтамай. Мінекей осылайша өзіңізге қажетті ұзындыққа дейін тоқисыздар. Мен шамамен қазір көремін 10-12 ілмек тоқимын, себебі оның жартысы астына кетеді, жартысы беткі қабат болғаннан кейін екіге бөлінетін болғандықтан солай 10 немесе 12 қатар тоқимын. Сіздерде өздеріңізге керек өлшемде тоқи беріңіздер. Сосын қазір мен подворот дейді, подворот тоқ болғаннан кейін сіздермен қайта кездесемін. Мінекей мен қажетті өлшемге дейін тоқып алдым. Менде 12 қатар шықты. Енді келесі кезекте құлақтарын тоқып бастаймыз. Ол үшін не істейміз? Ол үшін мінекей мынау біздің тоқуымыз. Ішінде бізде 88 ілмек. Оны енді 5 бөлікке бөлеміз. Осылай 1, 2, 3, 4, 5. Мынау екеуі құлақтар болады. Мынау бізде желкесі, 2 бөлігі маңдайына кетеді. Енді 88-ді 5-ке бөліп аламыз. Бізде жуық сан шықпайды. Егер сіздерде 90 болған жағдайда, ол кезінде жақсы бөлінетін еді. Ол кезде 18 деген өлшем шығатын еді. Ал мен болсам былай жасаймын. Бір құлағына 18, екінші құлағына 18, артына бір ілмекті алып тастаймын. Демек 17 ілмек болады. Алдына менде 36 болу керек, егер 18-ден. Одан да бір ілмекті алып тастаймын. Сол кезде 35 ілмек болады. Мінекей, желкесіне 17, одан кейін құлағына 18, алдына 35, екінші құлағына да 18. Мінекей, басқа түсті жібімді алдым. Ары қарай тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мінекей, 8 ілмек бұл желкенің ілмектері. Енді мына жерден бастап мен құлақты тоқып бастаймын. Ол үшін мұнда бізде 18 ілмек, орталық 2 ілмекті тауып алуымыз керек. Ол үшін 8 ілмекті тоқып аламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Және міне орталық 2 ілмегіміз біздің. Осыларды тоқимыз мінекей. 1, 2. Енді тоқуымызды аударамыз. Мұнда мұқият болыңыздар. Бұлай тоқыған жібімізді қайтадан оң жақ бізге ауыстырып, жіпті бұлай үстінен өткіздіре отырып тартамыз. Сол кезде біздің мынандай бір ілмегіміз мынандай қосарлы ілмекке айналады. Енді мынаны тоқимыз. Екінші ілмек. Мынау бірінші ілмек, екінші ілмек. Енді қайтадан аударамыз. Келесіде оң жақ бетінде біз жіпті өзімізге қарай өткіздіріп, мынау тоқыған ілмекті шешеміз. Шешіп, жіпті қайтадан артқа аударамыз. Мінекей, бізде қайтадан бір ілмегіміз қосарлы ілмекке айналды. Ал мынау алдында тоқығанда біз екеуін бірге оң етіп тоқимыз. Мінекей, міне қараңыздар. Осылай қос ілмектен өткіздіріп, оң қылып тоқимыз. Енді бір ілмекті қосымша қосамыз. Қайтадан аударамыз. Шешкен ілмегімізді қайтадан қайтарып, осылай бір ілмегімізді қосарлатамыз. Қалған екеуін теріс тоқимыз. 1. Мұнда да 2 ілмекті, 2 қабырғасын іле отырып, мінекей қараңыздар, 2 қабырғасын іле отырып, теріс тоқимыз. Қосымша тағы бір ілмекті қосамыз. Мінекей, аударамыз. Тағы да жіпті өзімізге қарай өткіздіріп, тоқыған ілмекті шешіп аламыз. Артынан
осылай тартыңқыраймыз. Қатты тартуға да болмайды, бос етіп қалдыруға да болмайды. Орташа деммен тартып отыру керек. 1, 2, және мына қосарлы ілмегіміз 3. Келесі ілмек. Тағы да тартамыз. Қосымша ілмек. Мінекей байқасаңыздар, ақырындап біздің құлағымыз тоқылып келе жатыр. Беткі оң бетінде осылай жіпті өзімізге қарай қаратып алуымыз керек. Ілмекті шешіп, жіпті артқа ауыстырамыз. Кейін 1, 2, 3, 4, мінекей 5. Және қосымша. Міне. Осылайша мынау белгілер бар жерге дейін өздігіңізбен тоқып шығыңыздар, сосын белгіге жақындағанда кездесеміз. Мінекей мен теріс бетінде белгіге дейін тоқыдым. Мінекей тағы да қосарлатып, қатардың соңына дейін апарып алайын тоқуымды. Мінекей алдыңғы қатардағы қосарлы ілмектерім. Енді белгіден ары қарай келесі құлаққа дейін тоқып аламыз. Мынау алды маңдай тұсының ілмектері, осы жерді тоқып аламын. Мінекей мен белгіге дейін тоқып алдым. Енді алдыңғы құлақтағы сияқты 8 ілмекті тоқимын алдымен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мынау орталық 2 ілмек. Екеуінен кейін мұнда да 2, 4, 6, 8 ілмек қалу керек. Осы 2 орталық ілмекті тоқимын. 1, 2. Енді алдыңғы құлақтағы жасаған манипуляцияның барлығын осы екінші құлаққа да жасаймыз. Мінекей қосарлатып тоқимыз. Мінекей оң жағына ауыстырамыз. Жіпті өзімізге қарай қойып, ілмекті шешіп аламыз. Шештік. Енді жіпті артқа қайтадан қайтарамыз. Менің жібімнен нашар көрінуі мүмкін. Қазір асықпай көрсетуге тырысам. Алдыңғы қатардағы қосарлы ілмегіміз. Тоқып алдым. Енді тағы да қосымша тоқимын. Мінекей аударып шешіп алам. Жіпті артқа қарай аударам. 1, 2. Міне қосымша 3-ші ілмекті тоқимын теріс қылып. Мінекей жібімді алдыға қойып аламын алдымен. Сіздерге түсінікті болу үшін асықпай көрсетіп жатырмын. Мынау ілмекті мінекей астынан шешемін. Енді жіпті артқа қарай жіберем. Ілмектеріңізді ұстап тұрыңыздар, шығып кетпес үшін. Міне қараңыздар, артқа жібергенде осындай көрініс болады. Орысша Л әрпі, Л әріпке ұқсайтындай болады. Қосарлы барды оң бетінде оңмен, теріс бетінде теріспен тоқи бересіздер. Осылайша соңғы ілмекке дейін екінші құлағын тоқып шығамыз. Мінекей мен оң жақ бетінде белгіге дейін тоқып алдым. Енді қазір желке жағына барамыз. Мінекей мынау желкенің белгісін алып тастасақ болады. Енді желкесін тоқимыз. Мұнда қараңыздар. Бізде соңғы ілмегіміз басқа түсте, ашық түсте. Солын егер біз осылай қалыпты жағдайда жай былай тоқи салатын болсақ, ол кезде бізде мұндай осындай переход көрініп тұрады басқа түске. Сол үшін біз мынау ілмекті соңғы
ашық түстегі. Осы ілмекке емес, осының астындағы ілмектен тоқып аламыз. Мінекей ол, міне бізде астындағы ілмектен тоқып аламыз. Жіптерді ұстап тұрсаңыз болады көмек үшін. Міне астындағы осыдан өткіздіріп аламыз. Енді мынау жіптерді осылай тартып артқы бетінде түйін жасап бекітіп қоямын. Қатты тартпаймын біріншісін, екінші түйінді кішкене қаттырақ тартуға болады. Және үшінші түйін мінекей болды. Сол кезде бізде мінекей жібіміздің өткені мүлдем білінбей кетеді. Келесі, желкесін біз алдына қарағанда кішкене ұзынырақ қылып тоқуымыз керек. Сол үшін қайтадан осылай ары бері тоқу рядтары дейді, орысша поворотный ряды деп айтады. Солай құлақпен қоса тоқимыз оны. Бірінші белгіні шештім, екінші белгіге дейін тоқимын. Мінекей белгімізді алып тастасақ та болады, қойсаңыздар да болады. Мінекей мынау жай тоқып алдым. Енді аударып қайтадан сондай поворотный ряды тоқимыз. Ол не үшін тоқылады? Себебі желкесін кішкене ұзарту үшін. Мінекей осылай мынау белгіге дейін тоқимыз. Мінекей мынау қосарлы ілмекке келдім. Белгімізді алып тастасақ болады. Қосарлы ілмектен кейін тағы бір қосымша ілмекті тоқып, тағы да аударамын. Осылайша желкесіне мінекей бір қатар жүріп қойдық. Желкесіне шамамен 2-3 осылай қатарлар тоқып, кішкене 1 сантиметрдей артқы жағын ұзартып аламын. Мінекей алдыңғы қатардағы қосарланған ілмегімізді тоқып, одан кейін тағы ілмекті қосып, тағы да осылай поворот жасаймыз. Өз қалауыңыз бойынша қанша ұзындықта тоқығыңыз келеді. Мен қазір шамамен 4 қатардай тоқып аламын. Сосын 4 қатар тоқып болғаннан кейін сіздермен кездесемін. Мен 4 қатар тоқыдым. Маған осы жеткілікті, осы ұзындық. Қатты желкесінің ұзын болғанын қаламаймыз, себебі бізде тағы да сынуық болады. Мінекей алдында бізде алдыңғы қатар, мынау артыңғы қатар. Шамамен 1-1,5 сантиметр ұзындығы бар. Енді келесі, мінекей мынау соңғы ілмекті тоже солай поворотный жасап аламыз. Енді ары қарай жаппай оң ілмектермен тоқи береміз. Шамамен мен 2-2,5 сантиметр болғанша осылай айналдыра тоқимын, тек оң ілмектермен. Одан кейін барып суретімізді қалыптастыра бастаймыз. Мұнда қатардың соңында, мынау жерде бізде жаңағындай двойной жасағанымыз бар, двойная петля жасаған мінекей. Осыны да оң қылып тоқып кетеміз. Айналдырып, алдыңғы жағымыз 2-2,5 сантиметр болғанша тоқып аламыз. Мінекей мынау алдынан қарағанда мен шамамен 2,5 сантиметр тоқып алдым. Мінекей арты ұзынырақ желкесі, маңдайы осылай 2,5 сантиметр. Ендігі кезекте біз оюымызды, узор салып бастаймыз. Узорымыздың сұлбасы осылай бір рапорты 8 ілмектен және 16 қатардан тұрады. Мінекей қазір түсіндіре кетем. Оюымыздың бірінші қатарын тоқимыз. Мінекей мына жерде бос 1, 2, 3 орын бар. Соны қазір белгілеп қояйық. Мінекей 1, 2, 3 ілмек тоқып алдым. Енді мінекей мынау узор, оны жай ғана шешіп аламыз. 1, 2, мінекей шешіп алдық.
Енді қайтадан үшеу. 1, 2, 3. Мінекей, осы тоқуды қатардың соңына дейін қайталап шығыңыздар. Келесі екінші қатар. Екінші қатарда бізде 2 оң ілмек. 1, 2. Енді біз ілмектерімізді айқастырамыз. Ол үшін мінекей, біріншісі оңға қарай айқастырамыз. Ол үшін жіпті өзімізге қарай бір ілмекті шешіп аламыз. Одан кейінгі ілмекті оң қылып тоқимыз. Және бірінші шешіп алған ілмекті қайтадан бізге қайтарып, мінекей былай мұқият болыңыздар. Енді оны оң қылып тоқимыз. Мінекей, бізде ілмегіміз оңға қарай бір-бірімен айқасып қисайды. Келесі бізде солға қарай айқастырамыз. Ол үшін бірінші ілмекті жай шешіп аламыз, екіншіні оң тоқимыз. Шешіп алған ілмекті қайтарып, оны да оң қылып тоқимыз. Мінекей, бізде екі ілмегіміз екі жаққа қарай айқасты. Енді 2 оң ілмек. 1, 2. Мінекей, осы рапортты қатар соңына дейін қайталап шығыңыздар. Келесі үшінші қатар. 1, 2 оң. Одан соң шешіп аламыз. 1, 2. Шешіп аламыз. 1, 2. Мінекей, осы рапортты қатар соңына дейін өздігіңізбен жалғастырыңыздар. Төртінші қатар. Төртінші қатарда бізде 1 оң ілмек, одан кейін айқастырамыз. 1 оң ілмек, қайтадан айқастыру жасаймыз. Шешіп алған ілмекті қайтарып, оны оң қылып тоқимыз. Ортада 2 оң ілмек. 1, 2. Одан кейін тағы да сол жаққа қарай айқастырамыз. Және соңында 1 ілмек. Мінекей, осылай қатар соңына дейін қайталап шығыңыздар. Келесі 5-ші қатар. 5-ші қатарда 1 оң ілмек тоқимыз. Одан кейінгіні шешіп аламыз. Ортада 4 оң ілмек. 1, 2, 3, 4. Одан кейінгіні шешеміз және 1 оң ілмек. Мінекей, осыны қатар соңына дейін қайталап шығамыз. 6-шы қатар. 6-шы қатарды сразу айқастырудан бастаймыз. Айқастырып алдық. Ортада 4 оң ілмек. 1, 2, 3, 4. Енді келесі ілмекті сол жаққа қарай айқастырамыз. Мінекей, осылай өздігіңізбен тоқып шығыңыз қатар соңына дейін. Келесі 7-ші қатар. Бірінші ілмекті шешіп аламыз. Ортада 6 оң ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесін шешіп аламыз. Осылай қатар соңына дейін қайталаңыздар. Бізде 8-ші қатар. Рапорттың тура ортасы. Белгімізді шеше тұрамыз да. Алдыңғы қатардағы ілмекті артқа қайтарып, осы жерде біз айқастыру жасаймыз. Оңды тоқып алдық. Және мынау шешіп алған ілмегімізді қайтарамыз. Қайтарғаннан кейін белгімізді іліп, қайтарылған ілмекті оң қылып тоқимыз. Ортада 6 оң ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей, осылай қатар соңына дейін мында да айқастырасыз. 6 ілмек айқастырасыз, 6 ілмек. Келесі 9-шы қатар. Мінекей, біз мында тоқып алған болатынбыз. Сол үшін біз оны шешіп аламыз. Ыңғайлы үшін белгіні былай ауыстырып алсақ та болады. Мінекей, біреу, екеуін шешіп алдым. Және 6 оң ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Және тағы да осылай екеуін шешіп аламыз. 6 оң ілмек. 10-шы қатар. 10-шы қатарда біз айқастыру жасаймыз. Сол үшін белгімізді шешіп, бір ілмекті қайтадан артқа қайтарамыз. Әдеттегідей айқастырамыз. Бірінші ілмекті оң жаққа қарай айқастырдық. Екінші ілмекті сол жағына қарай
мінекей біздің ромбымыздың қабырғалары бір-бірімен айқасып өтті. Ортасында 4 оң ілмек тоқимыз. Мінекей 1, 2, 3, 4. Одан кейін қайтадан айқастыру жасаймыз. 11-ші қатарға келдік. Бірінші ілмекті шешіп аламыз. Ортасында 2 оң ілмек. Тағы 1 ілмекті шешіп аламыз. Одан кейін 4 оң ілмек. 1, 2, 3, 4. Осылай қатар соңына дейін қайталаймыз. 12-ші қатар айқастырулар жасайтын қатар. Мен белгімді тағы да 1 ілмекке жылжытып аламын. Мінекей 1 ілмекке жылжытып алдым. Енді әдеттегідей солға, оңға қарай айқастырамыз. Ортада 2 ілмек, 1, 2. Одан кейінгі ілмекті солға қарай айқастырамыз. Мінекей. Енді 2 ілмек, 1, 2. Кейін қайтадан айқастыру басталады. Мінекей бізде ромбтың кішкентай бұрыштары пайда болып жатыр. Қатардың соңына дейін өзіңіз тоқып шығыңыз. 13-ші қатар. Бірінші ілмекті шешіп аламыз. 4 оң ілмек, 1, 2, 3, 4. Одан кейінгі ілмекті шешіп аламыз. Және 2 оң ілмек, 1, 2. Осылайша қатар соңына дейін өздігіңізбен қайталап шығыңыздар. Бізде 14-ші қатар айқастыру қатары. Сол үшін белгімізді тағы да 1 ілмекке жылжытып аламыз. Оң жаққа қарай айқастырамыз. Ол үшін біріншіні шешіп алдым. Міне келесі. Ортада 4 оң ілмек. 1, 2, 3, 4. Одан кейін тағы да айқасу сол жаққа қарай. Осылайша қатар соңына дейін қайталаймыз. Рапортымыздың 15-ші қатары. Мұнда бірінші ілмекті шешіп аламыз. Ортада 6 оң ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кейінгіні шешіп аламыз. Мінекей осылай қатардың соңына дейін қайталаймыз. Рапортымыздың соңғы қатары. Енді мына жерде өте мұқият болыңыздар. Бізде мынау бірінші ромбектердің қабырғалары қиылысқан кезде біз айқастыруды былай жасайтынбыз. Бірінші жіпті өзімізге қарай, одан кейінгі ілмекті шешіп алып жасайтынбыз. Ал мұнда қатардың соңындағы ромбтардың қабырғасы айқасқан жерінде біз керісінше жасаймыз. Жібіміз арт жақта. Бірінші ілмегімізді шешіп аламыз. Одан кейінгіні тоқып, одан кейін шешкен ілмекті осылайша қайтарып, оны да оң етіп тоқимыз. Ортада 6 оң ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей, тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Мынау бірінші ілмекті жай ғана шешіп аламыз. Одан кейінгі ілмекті оң тоқимыз. Шешкен ілмегімізді қайтарамыз. Мінекей осылайша. Және оң етіп тоқимыз. Мінекей осы жерінде мұқият болыңыздар. Мінекей бірінші айқасқан кезде рапортымыздың ортасында біз қабырғаны оң жаққа қарай айқастыру жасайтынбыз. Жібімізді өзімізге қаратып. Қатар бітіп жатқан кезінде айқастыруды солға қарай жасаймыз. Жібіміз әдеттегідей артта қалып. Мінекей осылайша қайталап тоқып шығамыз. Ендігі кезекте бас киіміміздің ұзындығы 18-18 жарым сантиметр болғанша тоқимыз. Оны қалай есептейміз? Мынау біздің подворот дейміз, қайыратын жерін осылайша тура ортасынан қайырып, мынау нүктеден тоқылған жерімізге дейін барлығы 18-18 жарым сантиметр болуы керек. Мінекей достар, мен толыққанды 1-2 рапорт тоқыдым. Енді 3-ші рапорттың мен 6-шы қатарына келдім. Мінекей мынау қатарға келдім. Келесі 6-шы қатар тоқып алдым. Енді келесі 7-ші қатардан бастаймын. Осы тұрғыда менің бас киімімнің ұзындығы нағыз маған керек өлшемде болып тұр. Мінекей 18 сантиметр. Мынау подвороттың жартысын есептейміз, естеріңізде болса. Енді келесі кезекте біз
қалай тоқимыз. Мінекей мен мында белгіні осылай белгілеп қойдым. Қараңыздар, мынау ромбтың екі қабырғасы қиылысқан жерде мен екі ілмекті бір-бірімен біріктіремін. Екеуін бірге тоқимын. Мінекей, ары қарай 1, 2, 3, 4. Мынау ілмектерді жай шешіп аламыз. Келесі тағы да мынау екеуін бірге біріктіреміз. Мінекей. 1, 2, 3, 4. Мынау екі ілмекті қайтып шешіп аламыз. Мінекей, осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мінекей, бас киімнің төбесін жабудың екінші қатары. Екінші қатарда ешқандай қысқарту жасамаймыз. Барын тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5 оң ілмек тоқимыз. Онда айқастыру жасаймыз. Мынау бізде үстінен айқасады, демек жібімізді өзімізге қарай. Одан кейін ілмекті тоқып аламыз. Шешіп алған ілмекті қайтарып, оң ілмекпен тоқимыз. Ары қарай 5 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей, осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығыңыз. Бас киіміміздің жабудың үшінші қатары. Үшінші қатарда біз қысқарту жасаймыз. Ол үшін 1, 2, 3 оң ілмек тоқып аламыз. Одан кейінгі екі ілмекті бір-бірімен біріктіреміз. Одан кейінгі екі ілмекті шешіп аламыз. Тағы да бір қайталаймын. 1, 2, 3 оң ілмек тоқып аламын. Одан кейінгі екі ілмекті бір-бірімен біріктіріп тоқимын. Екі оң ілмек шешіп аламын. Осылай қатар соңына дейін қайталап шығамыз. Келесі бас киіміміздің жабуының төртінші қатары. Төртінші қатарда біз ешқандай қысқарту жасамаймыз. 1, 2, 3, 4 оң ілмек, 3 оң ілмек тоқып аламыз. Одан кейін мұнда айқастыру жасаймыз. Әдеттегідей жібімізді өзімізге қарай бір ілмекті шешіп, келесі ілмекті оң ілмек тоқимыз. Шешіп алған ілмегімізді қайтарып, оны оң ілмек етіп тоқимыз. Келесі жібіміз артында қалады тоқудың. Бір ілмек шешіп аламыз, одан кейін ілмекті оң тоқып, шешкен ілмекті қайтарып, оны да оң етіп тоқимыз. Мінекей, осылай қатардың соңына дейін қайталайсыз. Мына жерге келгенде біз белгімізді бір ілмекке жылжытамыз. Мінекей, мен қатар соңына келдім. Соңғы айқастыруымды жасаймын. Мінекей, мұнда белгімді шешемін. Мінекей, мұнда белгіні өз еркіңіз. Мен мынау екі айқасудың ортасына қойғым келіп тұр. Сол үшін осылай белгіні қойып қоямын. Мінекей, осымен біздің төртінші қатарымыз аяқталды. Келесі бесінші қатар. Бесінші қатарда біз қысқарту жасаймыз. Ортадағы екеуін тоқып алайық. 1, 2. Мынау ілмегімізді шешіп аламыз. Екі ромбтың айқасқан жеріндегі екі ілмекті қысқартайық одан да. Мінекей, осылай 1. Мынау ілмекті шешіп аламын. Тағы да бір көрсетейін. Ортадағы екі ілмекті тоқып аламыз. 1, 2. Одан кейінгіні шешіп, екі ромбтың айқасқан қабырғалардың ортасындағы екі ілмекті біріктіреміз. Мінекей, осылайша қатар соңына дейін тоқимыз. Келесі қатарда бізде 6-шы қатар. Мұнда біз тек қана айқастырулар ғана жасаймыз. Мінекей, ромбтың қабырғасын шешіп алдым. Одан кейінгіні оң ілмекпен тоқимын. Шешкен ілмекті қайтарып, оны оң етіп тоқимын. Келесіде де айқастыру бізде. Мінекей, ортада тек бір ілмек қана. Осылайша қайталап шығамыз. Мұнда айқастыру, ортада бір ілмек. Осылайша қатар соңына дейін тоқып шығамыз. Келесі 7-ші қатар. Мінекей, мен тұтастай өтіп алдым қысқартылған біздерге. Енді бізде 7-ші қатар. 7-ші қатарда біз қысқарту жасауымыз керек. Ол үшін әдеттегідей бір оң ілмек, екі ілмекті шешіп аламыз. Одан кейінгі екі ілмекті бір-бірімен біріктіреміз. Одан кейін бір ілмек қайтадан. Мінекей, біздің рапортымыз енді 4 ілмектен ғана тұрады қазір. Мінекей, тағы да шешіп аламыз.
мынау екеуін біріктіреміз. Мінекей мында мен 2 рапортты оқыдым. Мінекей мында 4 ілмек, мында 4 ілмек. Осылайша қатардың соңына дейін қайталап шығамыз. Келесі 8-ші қатар. 8-ші қатарда біз қысқарту жасамаймыз, бірақ ромбтың қабырғаларын айқастырамыз. Мында бізде ромб мінекей жібіміз тоқудың артында қалады. Бас киімімізді толыққанды жауып біткенше біз суретін сақтауға тырысамыз, ромбтардың узорының. Мінекей осылайша 2 оң ілмек, 1, 2. Одан кейінгі екеуін айқастырамыз. Мінекей осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Келесі 9-шы қатар. 9-шы қатарда біз айқастыруымыз жасамаймыз, тек қысқартамыз. Мында 1 ілмегімізді мынау бетке әзірше аудара тұрамыз. Кейін ромбтың 2 қабырғасын шешіп аламыз. Одан кейінгі екеуін біріктіреміз. Мынау қабырғасын шешіп алмай-ақ, оң етіп тоқиық, 1, 2. Мынау екеуін біріктіреміз. Одан кейін қайтадан 1, 2. Одан кейінгіні қысқартамыз. Мінекей тағы да көрсең, ромбтың қабырғаларын оң ілмекпен тоқимыз. 2. Одан кейінгіні қысқартамыз. Осылай қатар соңына дейін қайталаймыз. 10-шы қатарда барлығын 10-шы қатар. 10-шы қатарда ешқандай қысқарту, айқастыру жасамаймыз, тек бәрін оң ілмекпен тоқып шығамыз. Осылай 1, 2, 3 деп барлық ілмектерді оң ілмектермен тоқып шығамыз. Енді соңғы 2 қатар. Соңғы 2 қатарда біз барлық ілмектерді бір-бірімен біріктіріп тоқимыз. Мынау 2 ілмекті артқы жағын сол жақтан саламыз. Оң жақтан салып емес, бізімізді сол жағынан салып, 2 ілмекті бір-бірімен біріктіріп тоқып шығамыз. Осы қатарда және келесі қатарда, 11-ші және 12-ші қатарда. Осылай қатардың соңына дейін өздігіңізбен тоқып шығыңыз. Мінекей мен тоқып бітірдім қысқартуымды. Ендігі кезекте жібімізді қиып, иненің көмегімен бүкіл қалған ілмектерді жинап шығамыз. Мен сияқты асықпаңыздар. Мінекей осылайша жіпті ішіне қарай жасырамыз. Мінекей барынша тартамыз. Қатты тартып, жібімізді үзіп алмаңыздар. Осылай өзінің ырғағымен тартып, енді 1-2 жерінен түйін жасаймыз. Мінекей бірінші түйін. Осы бір жерден тағы да бір түйін жасаймын. Екінші түйін. Осы 2 түйін бізге жеткілікті. Ендігі кезекте біз мінекей мына жерден мінекей қараңыздар, мұнда біз шынжыр, ілмек біздің көмегімен шынжыр іліп алған болатынбыз. Соны осылай шешу арқылы осылай ұстап алайын, маған ыңғайлы болу үшін. Осылай бізімізді алып, астындағы ілмектерді іле отырып, жұқа жібімізді сөгеміз. Мінекей осылай барлық жіптерімізді ілмек бізімізге іліп аламыз. Ендігі кезекте қараңыздар. Біз басында тоқыған кезімізде ортасынан мына жақ бетіне 9 ілмек қалдырдық, басталуына. Мына жағына 8 ілмек қалдырған болатынбыз. Сол себепті менде мұнда 1, 2,
жеті екен. Онда бір ілмекті қайтадан артқа қайтарамын. Мінекей 8. Енді мынау басталып жатқан ілмегіміздің астыңғы бөлігіндегі мінекей ілмек, осыны былай іліп аламын. Енді аздап алғашқыда кішкене қиын болады, бірақ результат, нәтижесі сіздерге ұнайды. Мінекей екеуін бірге тоқып алдым. Мінекей келесі ілмекті солай қайтарамын, екеуін бірге тоқимын. Келесінде солай мұқият болыңыздар. Арасында бір ілмекті қалдырып кетіп жүрсеңіз, бас киіміміздің бас жағы, подвороты қисайып айнып кетуі мүмкін. Сол себепті мұқият тоқыңыздар. Мінекей, осылай бекітіледі. Мынау подворотымыз кейін ары-бері жүгіріп, шешіліп, ойнап жүрмейтін болады. Мінекей, осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Одан кейін келесі біздің тоқитынымыз тура мына қою түсін тоқығандағындай іс-әрекеттерді жасаймыз. Яғни, мінекей бізде 17, біз 8 ілмекті алып алдық. Одан кейін белгілер қойып, осылай ортасына 18, бірінші құлағына, алдына 35 ілмек, екінші құлағына 18 ілмек қалдырып, алғашқы тура осындай тоқығандағындай етіп тоқимыз. Бірақ ішінен ешқандай ою сурет салмаймыз. Тек қана жаппай оң етіп тоқимыз. Кішкене іші қолпылдап тұрмас үшін сіздер кішірек, бір жарты өлшемге кішірек біз алсаңыздар болады. Мен алмаймын, тек қана ішін тоқығанда тартыңқырап тоқимын. Мен мынау сыртын тоқығанда бос тоқығанмын, енді ішін тартыңқырап тоқимын. Сол кезде іші былай қалталанып тұрмайтын болады. Мінекей, мен ішін, сыртын тұтастай бітірдім. Ішін осылай бір-бірімен байлап, түйіндеп, бекітіп қойдым. Былай тартқанда ашылмайды. Көрдіңіздер ме? Ұсталынып тұрады. Мінекей, мынау жерде біз басын біріктіріп қойғанымызда өте жақсы, себебі бас киім айнып, ары-бері жылжып тұрмайтын болады. Мінекей, енді мен бір бауын тоқып қойдым. Енді сіздермен бірге екінші бауды қазір тоқимыз. Мінекей, қарасаңыздар, мына жерде бізде былай үшбұрыш болып келген, соның ең жоғарғы нүктесінен мынау екі қабырға, мінекей, мынау екі ілмектің ортасына алып, жіпті алдымен бекітіп алам. Мінекей, жіпті бекітіп алдым. Енді келесі сол осы екі ілмектің былай екі қабырғасын іле отыра, былай бір түйін, келесі екі қабырғасын іле отырып, мінекей, екі түйін алып алдым. Осыны бізге өткіздіріп аламын. Енді ішкі жағынан екеуін алам тағы да. Мінекей, екі қабырғасын бір және екінші. Кішілеу крючок алсаңыздар болады, ыңғайлы болады. Мінекей. Енді бұны, мынау шеткісін біздің бас жағына өткізіп алам. Екіншісін былайынан қазір өткізіп алдым. Енді бас киіміміздің сыртқы жағынан ұстап, полый шнур деп айтамыз, полый шнур тоқимыз. Мінекей, ол үшін бірінші ілгенімізді жай шешіп аламыз. Одан кейінгі оң ілмектермен тоқимыз. Бір, асықпаңыздар мен сияқты. Екі, үш, мінекей. Енді осыны қайтадан артқа қайтарамыз. Сол жақ бізге. Қайтадан басынан тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт. Қайтадан қайтарамыз. Қайтадан басынан бастап тоқимыз. Бір, екі,
3 4. Осылай 4 ілмекті тоқып, артқа сол жақ бізге аудара отырып, қажетті ұзындығымызға дейін тоқимыз. Мінекей, екеуінің ұзындығын өлшеп аламыз. Енді соңғы кезекте екі ілмекті бірге қосып тоқимыз. Келесі екеуінде қосып тоқимыз. Енді мынау біріншіні екіншіден өткіздіреміз. Осылайша. Түйіндеп, ілмек біздің көмегімен жіптің етегін осы шнурдың баудың ортасына жасырып жібереміз. Мінекей. Осылайша біздің бас киіміміз дайын. Ендігі кезекте өзіңізге ұнаған, қалаған талғамыңыз бойынша жібіңізге сәйкес келетін төбесіне помпон қойсаңыздар болады. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген видеолар күтілуде. Сау болыңыздар.